Доставкамыз келді. Нұрсұлтан кукуруз ашып жатыр. Кукуруз пісіреміз ба, Нұрсұлтан? Пакет. Магнумнан осындай сүттер келді. Осындай сүттер жақсы көрем. Осындай сүт. Мындай фрукта. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Магнумнан доставка беріп, шығуға ерініп, осындай тамақтарды үйге алдырдым. Кейде ерініп, барғым келмейді. Осылай заказ беріп қоям, үйге әкеп тастайды. Осындай Яшкинаның прянигін жақсы көрем, мятный. Осындай тук алдық әдеміге, сникерс алдық шайға. Осындай сникерс шайға, және де манный каша көптен бері пісірген жоқпыз. Манный пісірейік деп манный каша алдым. Осындай нут алдым, плов істегенде зирені қосып, осындай нут қосып плов істесең өте дәмді болады. Және де осындай 2 томат алдым, цинказының томаттары тәтті. Осындай продуктларға беріп, осындай приправалар алдым еще. Зире деген и картошка фри жасап бергенде балаларға осындай картофельный приправа қосам. Және де окорочкамен тамақ істегенде осындай шашлычоктың шашлика деген приправа араластырсам вообще дәмді болады. Осындай приправа алдым. Және де анда-санда сағынғанда спагетти істейік, спагетти алдым. Және де осындай халва, бізде Нұрсұлтан ғана жақсы көреді, сондықтан біреу ғана алдым. Осындай руккола алдым. Руккола помидор қиярмен салатқа өте күшті. Осындай жүзімдер свежий екен. 2 келіден осындай жүзім алдым, кишмиш и және осы жасыл түріне. Кишмиштан осындай 2 килограмм ба, 2,5 келіде осындай кишмиш алдым. Өте тап-таза, свежий екен, ешқандай істемеген, езілмеген, свежий екен. Күшті болды. Картошкасы әдемі екен. Творог, сгущенка, қаймақ, свежий чеснок, сладкий перец, свекла, жуа. Барлығын әдемі свежийлардан алып кетті. Фрутка, большой фрут. Сәлем, құрметті оқырмандары, мен жүгері пісірейін деп жатырмын. Магнумнан осыны жүгері бергенбіз. Осыны ыстық суға пісіріп, снегті сүйіп жейді балалар. Ас болсын балаларға. Свежий жүгері. Ашып берейін ба? Солай тарт. Тартанда жерін. Мына жерін бүйтіп басасын. Вот, енді ана несін кигіз. Істеп берейін ба?